той құтты болсын, үлкен азамат бол. Біздің қоғамда ұл баланы сүндетке отырғызу бұл үлкен той. Ол тазалықтың, ер азамат болып қалыптасудың алғашқы қадамы. Отбасы бұл күнді ерекше атап өтіп, қуанышқа бөленеді. Бірақ әлемнің кейбір түкпірінде дәл осы сөзбен аталатын, алайда мағынасы мүлдем басқа, қорқынышты дәстүр бар. Қыздар үшін бұл мереке емес, бұл нағыз сынақ. Бүгін біз әлемде миллиондаған қыздардың үнін өшірген, денсаулығына балта шапқан дәстүр, әйелдердің жыныс мүшелерін зақымдау, немесе FGM, Female Genital Mutilation туралы шындықты айтамыз. Таралған елдер. Бұл жай ғана тарихи кітаптардағы жазба немесе ертегі емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бүгінде жер бетінде 200 миллионнан астам әйел осы азапты процедурадан өткен. Әр 10 секунд сайын әлемде бір қыз бала осы құрбандыққа шалынады. Бұл дәстүр негізінен Африканың 30-дан астам елінде кең таралған. Сомали, Египет, Судан, Эфиопия сияқты елдерде ол жаппай сипатқа ие. Мысалы, Сомалиде қыздардың 90%-дан астамы осы процедурадан өтеді. Сонымен қатар ол Индонезия, Малайзия, Үндістанның кейбір аймақтарында және таяу шығыс елдерінде кездеседі. Дәстүрдің шығу себебі және діннен байланысы. Неліктен? Не үшін кішкентай қыздарды мұндай азапқа салады? Көптеген адамдар бұл діни талап деп қателеседі. Жергілікті халық оны исламмен немесе христиандықпен байланыстыруға тырысады. Бірақ бұл абсолютті жалған. Ешбір негізгі діни кітапта қыздарды сүндеттеу туралы бұйрық жоқ. Бұл діндер пайда болғанға дейін патриархалды қоғамда ойлап табылған көне дәстүр. Басты мақсат қыздың нетеге дейін пәктігін сақтауына кепілдік беру, оның табиғи жыныстық құмарлығын басып, әйелді тек ұрпақ жалғастырушы құрал ретінде ғана көру. Сүндетке отырғызу тәсілі. Ал енді бұл рәсімнің қалай өтетініне назар аударайық. Ер балаларға жасалатын сүндеттен айырмашылығы, қыздарды сүндеттеудің ешқандай медициналық пайдасы жоқ. Ол толығымен антисанитариялық жағдайда, ешқандай жансыздандырусыз жасалады. Құрал ретінде қарапайым ұстара, пышақ, тіпті сынған шыны қолданылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл зақымдауды бірнеше түрге бөледі. Жеңіл түрінде сыртқы сезімтал мүшені, яғни клиторды ішінара немесе толық кесіп тастайды. Ал ең ауыр түрі инфибуляция деп аталады. Мұнда сыртқы жыныс мүшелерін толығымен кесіп алып, тек несеппен етеккір шығатын өте кішкене ғана тесік қалдырып, теріні тігіп немесе біріктіріп тастайды. Бұл ем емес. Бұл адам ағзасына жасалған қастандық. Денсаулыққа және психологиялық зияны. Мұндай операцияның салдары қорқынышты. Қысқа мерзімде қыздар қатты ауырсынудан шок алып, қансырап қайтыс болуы мүмкін. Лас құралдардың кесірінен сіреспе немесе АИТВ/ЖИТС инфекциялары жұғады. Ұзақ мерзімде бұл әйелдер өмір бойы зәр шығару қиындығымен, созылмалы инфекциялармен және бедеулікпен арпалысады. Ал босану кезінде ше? Тігілген терінің кесірінен босану өте ауыр өтеді. Ана мен бала өлімінің қаупі еселеп артады. Физикалық азаптан бөлек, психологиялық соққыны айтпау мүмкін емес. Кішкентай кезінде алған бұл жарақат әйелді өмір бойы депрессияға, қорқынышқа және денесіне деген үрейге жетелейді. Дәстүрдің сақталуы. Егер бұл соншалықты қауіпті болса, неге аналар өз қыздарын бұл азапқа итереді? Жауабы: сауатсыздық пен әлеуметтік қысым. Бұл дәстүр берік орнаған қоғамда процедурадан өтпеген қыз таза емес саналады. Оны қоғам шеттетеді. Оған ешкім үйленбейді. Аналар өз қыздарының болашағына алаңдағандықтан қоғамның сөзінен қорқып, оларды осыған өз қолдарымен тапсырады. Бұл үзу өте қиынға соғатын қатыгез шеңбер. Дәстүрге қарсы күрес және қорытынды. Бірақ үміт бар.
Бүгінде бүкіл әлем бұл зұлымдыққа қарсы оянды. Біріккен ұлттар ұйымы мен ДДСІ бұл тәжірибені адам құқықтарын өрескел бұзу деп таныды. Қазіргі таңда көптеген елдерде, соның ішінде Африка мемлекеттерінің өзінде бұған заңмен тыйым салынған және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бұрын осы азапты бастан кешкен әйелдер қазір белсендіге айналып, келесі ұрпақты қорғау үшін күресіп жатыр. Қыз баланың тәні оның меншігі. Ол құрметтелуі және қорғалуы тиіс. Біз бұл мәселеге көз жұма алмаймыз. Өйткені жамандық туралы үндемеу, оны құптаумен тең. Ақпарат тарату қараңғылық пен надандыққа қарсы ең мықты қару.